болмайба Дидардың айдарынан желестірдім Сараның еретейін мұзын жайлап Алдарыңа балдарың тағы келді Бағанағы балдарың жүзін қайрап Қызылорда қойнауында қара алтын бар Жайқалған ақызыңда сары алтын бар Осылай ақ үстінен ризық көріп Алладан сыялады адал құлдар Патшаның шашын алған шаштараздай Алтынның буы болақ адам тулар Сол алтынға қаспаған елім келді Жырымды енді менің сол артыңдар Армысыңдар қайтадан алшаң басып Айтысқа келген бір сом алтындар айқай Сахнаға шығарғасын сайла берді Жырымның желбіресін байрақ енді Сыр елі өз ішінен шақтықтапты Ақ құдай мекен деген айна бөлді Істер ұлдар жұмысқа кіріспесін Көшелерін жарқырап айна болды Халықаралық әуежай саламыз деп Сырдың елі созып тұр айға болды Көшемнің әсемдігін кіргізгендей Гүл құятын шәйнектер пайда болды Берекелі тірліктің арқасында ішкенім гүлде болды, шайда болды. Саражан сол маңайда мен отырмын, сағанда бір қызмет сайлап енді. Бойыңда ел қызығар әдет боп тұр. Бөбектің мына жүрдің бөбектеп тұр. Қызылордаға бір айда үш көресің, терімді төгемін деп шелектеп бір. Бір жола көш білсең не қылады, ай сайын жүре бермей дедектеп құр. Кеше саған көрсетпей шайнек бар ғой. Қаланың осы көркі бөлек боп тұр. Мен саған бір қызмет ұсынайын, қол ұшын созам десең көмектеп бір. Сол шайнектің қасында отыратын, сендей бір сұлу келін керек боп тұр айта. Aldın aşığı o alka
талаптыр. Өлең қуған ауылға, сөз түсінер қауымға, келген кезде ақындар жөн сөйлеуді талап қыл. Жаңалық төзім ашқан деп, бұл күні айтыс көгінде, жұлқынып тұрған жастар көп, айтыса қалсаң солармен етектен тартып талап тұр. Кенжебай басқа ордаға, Лен апам кетті арқаға, сол қатарларды бұл қазақ саусақпен қазір санап тұр. Солардың көшін жоқтатпай, өлімнің көшін тоқтатпай, кәдесіне халықтың мына бір досын жарап тұр. Қарасаннан оқ тиіп, қаңсырап қашқан қасқырдай, қорғалап қалсын арманың, сақындар деген алдыңда сонардай әппақ парақ бұл. Олай болса ойыңмен сөзіңді қару-жарақ қыл, біліміңді қайрақ қыл, қызыл тіліңді орақ қыл. Басыңды биік көтеріп, қар өлеңмен отырып, біретті сыбап балақтып, тауың тасың далаңда, ауылыңда қалаңда, әйеліңде балаңда жеңгеніңді қалап тұр. Бүкіл халықтың намысы бір өзіңе қарап тұр. Бұл ойма құрдасты, кезіктірем деп бұл жақтан, бақ-бақ етіп жетіпсің бақадай шыққан құрғақтан. Сенің жан досың шабыпты, айтыста келмей қалыпты. Тасбақа мұхтар құрдасым, әзілі оның зіл баққан. Кезек-кезек екі дос, сарарды көзде тап беріп, Дон Кихот пенен Санчодай қайдағын айтып тіл қатқан. Тағы да әне сайрап қал, кезім жоқ менің біз баққан. Даңғыраған шапағың, жалтыраған атағың боп қалмасын құрмақтан. Құрдастан шыққан негіздей, құрдастан сыйғы дегізбей, мерейін елдің көтеріп төгейік жырдай қымбаттан. Нұрмат, сен өлеңімді жалғайсың ба? Жырларыңды айтқанда балдайсың ба? Бұл айтысқа 2 миллион жүлде тікті. Сон ойлап өзің алдайсың ба? Жүлдені кім алса да қазақ алады. Ағайын жүйрігіңді таңдайсың ба? Көшеге шай құятын қыз керек деп, ақындардың ішінен барлайсың ба? Күйеуіңде дәл бұлай бұйырмаушы еді. Сен өзің шеттен шығып самғайсың ба? Шай құятын бір әйел іздеп жүрсең, өз әйеліңді апарып қоймайсың ба? Не дейін Нұрмат деген сарауызға, екеуміз ұқсамай қалауызға. Ақын қыздың қадірін түсінетін, отыр ғой Қырымбектей ағамызда. Көшер байып көкөміз жөн білетін, көшеде шай құйдырмас сара қызға. Қаражан тура жолдан айғая шатастың ба?
Шыдаймын не дауылға, не тасқынға. Қылшылдаған сыр бойлық жігіт едім, қылыштай шынығатын от астында. Бақылдап бақа ұқсап шықтың дейсің, құрдасқа сен бойыңды бақас қылма. Мені бақа, мұқтарды тасбақа деп, сарайын көңіліңнің қапас қылма. Мұхтар мен Нұрмат шықса айтамын деп, артына сақтап жүрген запаскың ба? Құдайдың сырға берген ақындарын Қытайдың тамағымен шатастырмай. Шықтым ғой сараменен жолға бірге, атпенен қатар жүрер арба бірге. Ойпырмай шай күзде шай көйлесең сілкінесің, Саражан сонда асып болмағың не? Әйеліңді әкеп қой деп жұлқымасың, мен саған айтып жүрмейм шаруа күнде. Әйелімнің аяғы ауыр еді, қадамын басып жүру зорға күнде. Шай көйдеген соншама айып бекен, баладай боп бүртігіп қалғаның не? Сызылып алталаштың анасының, шай құйып отырсаң арман не? Қызылордадай тұрағын көр, ерекше домбырамның бұрауын көр. Миллиондар тек айтысқа тігілмейді, болмасын ол жағына күмәнің зор. Білікті ұстаздарға миллион беріп, бізде жанған білімнің шырағын көр. Бұл айтыстан сен миллион ала алмасаң, басқаша қызметтің құлағын көр. Алматыда сандалып жүре бермей, Қызылордаға көшіп кеп мұғалім болайық.
жақын. Тағы қандай керек қажеттілік. Өзіңнің түрің жоқ қой оңдыратын. Жеңгемді далбыртайын ауыл жақтан. Адам керек емес пе пол жуақында. Қызылордан көп адамдар көз қылған жер. Көпті көріп көнені тоздырған жер. Әлдилеген әйгілі sıрамам деп әспетбек әбділдапам жаздырған жер. Сиқырлы Сырдарияның жағасына сағынысқан жандарды кез қылған жер. Мұнай мен сары алтындай асыл кенін ғасырдан ғасырларға оздырған жер. Батырлардың көшіне қиқу беріп, ақындардың арқасын қоздырған жер. Сарыжан мұңнан қашан арыласың, ақынның біреу едің бағы басың. Қызылордаға шақырсам айыбы не? Келмесең сырдың елін сағынасың. Миллионды естігенде жеңгемді де ала келсең қайтет деп қағынасың. Өзіңнен арқылатын тірлік жоқ қой, жеңгенді әуре қылып не қыласың айқараға. Алашқа сырдың елі астана көп, тарихта қалады ғой таспада көп. Мінекей облыста ағам келіп, Ақмешіт бара жатыр асқара боп. Сол әулеттен айтысқа қатысып тұр, Айтбай мен Қырымбектей қос бала кеп. Ағайын оған несін таң қаламыз, Көшербайын жасаса көп шара кеп. Ұлдары елге қызмет жасайды ғой, өскесін әкесінен көргесін жастана деп. Елеудей ата жайына сөз айтайын, әжем маған жеткізген әфсана деп. Кезінде қорқыт бабам кесенесін, елеу атан көтерді бастама боп. Империя қызып тұрған шақ еді ол, кетуі де мүмкін еді масқара боп. Сонда да тәуекелге белін байлап, халықтың құндылығын тастамап еді. Бұл әулет елге қызмет жасауында сол қиын кезден ақта бастаған еді. Ендігін соны айтып шалқытпаған, қалайша сырымды айтпай қорқып қалам. Елеудей бір ұрпағы қолдамаса, елеусіз қалар ма еді қорқытпаған айқаяға. Сарыжан айналайын, ақылдайсың, сен босқа, мылтықтан босқа атылмайсың. Кезекпесе жолқынуға кетесің бір, самауырындай қайнап бір сақырлайсың. Ақын сара мен саған таң қалам, неге осы сен тып-тыныш отырмайсың. Алқын жұлқын жолымен жезқазғанның, жүзбен келе жатырған шопырдайсың айқаяға.
деп айтасың. Тамаша тілек айттың тізіп өлең. Алпысқа да барармыз 70-ке де барармыз 80-ге де. Осы елдің дәмін тақып тұзы менен, Қызылорданың шұбағынан қуат алып, Қарқықтың тік қарайын жүзіне мен. 70-те жұбайыма ұлтақ тұрам, Асанәлі көкемнің ізіменен айқара. Саражан бізге керек туыстығың, ерекше қызық бір бой жұмыс бүгін. Ағайын қош болыңдар осы менен, ортаңда шаштақындар жыр ұшқының. Қара алтыннан да қымбат байлығың бар, ынтымақ дейді халық ырыс түбін. Осындай тойды тойға ұластыра